Сәлеметсіздер ме? Бұл сабақ 4-ші сыныптарға арналған Smiles for кітабы бойынша 3-ші тоқсан Hot and Cold тарауына арналған БЖБ жұмысының жасалу жолымен және де жауаптармен таныс боламыз. Сабақты бастамас бұрын каналға тіркеліп, егер де сабақ ұнаса, видеоға лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Now let's begin. Task 1. Reading. Read the text. Бірінші тапсырма оқылым, мәтінді оқы. Let's read and translate this text. Яғни бұл берілген мәтінді оқып аударайық. Antarctica is the coldest and the windiest place on Earth. Яғни Антарктида бұл жер бетіндегі ең суық және желді жер. It is bigger than the USA. Ол Америка құрама штаттарынан да үлкен. There is a lot of ice in Antarctica. Антарктидада мұз өте көп. There are rivers and lakes. Ол жерде өзендер мен көлдер де бар. There is even an active volcano, Mount Erebus. Яғни ол жерде белсенді вулкан да бар екен, Erebus тауында. Next, penguins and blue whales live in Antarctica. Антарктидада пингвиндер және де көк киттер өмір сүреді. Antarctica is dark 24 hours in day in winter. Антарктида қыстың күні 24 сағат бойы қараңғы болады екен. Winter is Antarctica from March and August. Антарктидада қыс наурыз айынан тамыз айына дейін қыс болады. Summer is from September to February, when it is light all the time. Яғни жаз қыркүйек айынан ақпан айына дейін бұл жерде жаз болады екен, ол кезде барлық уақытта жарық болады. Яғни төмендегі бұл мәтін бойынша тапсырма берілген write true or false. Төмендегі берілген сөйлемдер мәтін бойынша дұрыс немесе бұрыс екендігін жазу керек екенсіздер. The first, Antarctica is the coldest place. Антарктида бұл ең суық жер. Жауаптары, it's true, ол шындық. There are no rivers and lakes. Ол жерде ешқандай өзен де көл де жоқ дейді. No, it's false. Мәтінде тұр. Ол жерде there are, бар деп тұр. There are even an active volcano, Mount the USA. Ол жерде не бар? Белсенді вулкан бар, яғни ол вулкан неде? Америка құрама штаттары тау деп аталады. No, it's false. Ол Erebus тауы деп аталады. Next, winter in Antarctica is from March and August. Қыс Антарктидада қыс наурыздан тамыз айына дейін болады. Yes, it's true. Summer is from October to March, when it is light all the time. Жаз айлары бұл қазан және де наурыз айы. No, it's false. Бұл жерде жаз айлары қыркүйектен ақпанға дейін болады. Task 2. Match the words with their meaning. Төмендегі берілген екі бағандағы сөздерді мағынасына сәйкестендіруді сұрап тұр. Let's read and translate these words. Big ball of snow rolling down the mountain. Таудан төменге қарай үлкен шарлар құлайды. The light and noise. Жарық және де шу. Water everywhere. Барлық жерде су. Small balls of ice fell from the sky. Аспаннан кішкентай мұз доптары құлайды. Strong wind with rain. Қатты жел жаңбырмен бірге. Яғни бұл сөз тіркестері қандай табиғат құбылыстарына сәйкес. Thunder and lightning. Найзағай және жарқыл. Avalanche. Көшкін. Hail. Бұршақ. Flood. Су тасқыны. Storm. Дауыл. Төмен бізде жауаптар қандай болады? Бұл жерде бірінші сөз тіркесіне avalanche, көшкін. The next, thunder and lightning. Үшінші, water everywhere, flood, су тасқыны. Small balls, hail, яғни бұршақ. Strong wind with rain, яғни қатты жел
жаңбырмен бірге бұл дауыл storm. Жауаптар осындай болады. Осымен бұл сабағымыз аяқталды. Егер де сабақ ұнаса, видеоға лайк басып, келесі сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қойыңыздар. Goodbye.